Uzunluğu 8 metr, eni 5 metr, biyiktigi 3 metr. Mындай бөлме берилген. Тік бұрышты параллелепипед тәрізді бөлме. Мына қолындағы тік бұрышты параллелепипед осы бөлменің көлемі тәрізді. Қараңдар. Мына жерде мына алдыңғы жағы бар ғой мұның. Ұзындығы бойынша бүйір жағы дейміз, иә? Ал мына жағы да ұзындығы бойынша. Ені бойынша бүйір жағы. Мынау қандай бөлік еді? Табаны деп айтылады. Ұзындығы бойынша бүйір жағы, ені бойынша бүйір жағы, табаны, иә? Ал енді мына суретке қарасақ, ұзындығы бойынша бүйір жағының өлшемдерін кім айтып жібереді? Ұзындығы бойынша бүйір жағының өлшемдерін кім айтып жіберші? Кім? Нұрасыл. Ұзындығы бойынша бүйір жағы 8 метр және 3 метр. Дұрыс айтасың. Ені бойынша бүйір жағының өлшемдерін кім айтып жібереді? Умар айтып жіберші. 3 метр және 5 метр, иә? Ал, дұрыс таптың. Сонда сендер мынау тікбұрышты параллелепипед тәрізді бөлменің әр қабырғасының ауданын табасыңдар. Ені бойынша артқы қабырғасының ауданын таптық. Біз ұзындығы бойынша бүйір жағының ауданын таптық. Қалай таптыңдар? 8 метрді 3 метрге көбейттік. Қанша шықты? 24. Ауданы қанша екен? 24 метр квадрат. Дұрыс па балалар? Я! Біз ұзындығы бойынша бүйір жағының ауданын таптық. Қай жағы? Әрсен, қай жағының? Алдыңғы жағы. Алдыңғы жағының ауданы екен. Ал? Біз бірінші барлық қабырғаны бір-біріне көбейтіп шығамыз. 8-ді көбейтеміз 3-ге 24 шықты. Біз терезенің ауданын таптық. Біз 2-ге 2-ні көбейттіктен 4 метр квадрат шықты. Сосын есіктің? Сосын есіктің ауданын таптық. Ол үшін біз 2-ні көбейттік 1-ге тең 2 шықты. 2 метр квадрат шықты, иә? Біз барлық ауданын тауып, одан терезе мен есіктің ұзындығы ауданын азайттық. Азайттыңдар ма? Қанша еді? 24 метр квадрат. Иә, 24 метр квадрат еді. Ал терезе мен есіктің ауданы қанша болып шықты? Екеуін қосқанда 6. Сосын не істедіңдер?